Ассалаумағалейкум ұстаз, сұрағым бар еді. Жұмыста жүрген тұрақты адам намаздардың сүннетін оқымай парыздарын оқып жүр, сол дұрыс па? Олай болмайды деп айтсам, мен солай оқимын дейді. Не айтасыз дейді. Уағалейкум ассалам. Иә, жұмыста жүріп, енді жағдай келмей жатса, мысалға да қараңыз, мен мысалы пожарный болып істеймін. Немесе сондай бір қызметімнің бір сондайдандай мен мынандай жұмыс істеймін. Менде бос уақыт жоқ. Мен сұрансам 5 минутқа ғана сұрана алам, 10 минутқа ғана сұрана алам. Басқа менде бос уақыт жоқ десеңіз, онда әлбетте парызын ғана оқып шектелесіз да. Өйткені сіздің қызметіңіз, сіздің жұмысыңыз ол әлдеқайда жоғары. Отбасын асырау міндет пе? Міндет. Жұмысыңызды, жұмыстағы бастығыңызды тыңдау міндет пе? Міндет. Жұмыстағы адамдармен намазды сылтауратып жүру. Сондай адамдар бар. Намаз оқып келем дейді, 1 сағатқа жоғалып кетеді. Аны жұмыскерлер айтады да, соны стройкада істеп жатқанын аны еститін едік те, айтады да, 1 сағатқа кетіп қалдың ғой, айналайын дейді. Аналар жұмыс істеп жатыр да, бұл жерде намаз деп. Ол намазды міндет түсіну болып табылады. Міндет түсіну болып табылады. Біз жан-жақтағы адамдармен бірдей жұмыс жасау керекпіз да. Мен намаз оқимын деп жұмысты тастай салуға болмайды ғой. Ал енді уақытыңыз бар, шектеулі емес болса, онда әлбетте сүннеттерін қайта тастау бұл айып. Бұл айып. Сүннеттерді қайта тастау ол айып. Ол не үшін муаккада? Не үшін бекітілген сүннет? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды ешқашан тастамаған. Ешқашан тастамаған. Ал енді ғалымдарымыз кітаптарында не деді? Оларды 1-2 рет тастап қоюда айып болмаса, оларды әрдайым тастап қою ол үлкен айып, ол күнәға апарады деді. Осы нәрсені білу керекпіз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслимде жеткізетін хадисінде сол күнігейлі бекітілген сол 12 ракағат сүннетті қалдырмаған адамға Алла тағала жәннатта үлкен үй тұрғызып береді деді. Сарай тұрғызып береді деді. Дворец. Ол не істеп жатыр? Дворецтен айырылып қалып жатыр. Қазір мына жақта үкімет беріп, саған үй бар, тегін үй береміз десе, мысалға да, бірақ осындай 1-2 шартымыз бар, сен условияны істеп жіберсің, істейді оны. Сол үйді алу үшін. Құдай саған сарай берем деп тұр да жәннаттан. Неменеге одан отказ береміз? Шамамыз келіп жатса да. Сол себепті жұмыста жүріп шамаңыз келмей жатса, Құдай біледі шамаңыздың келмей жатқанын. Бірақ шамаңыз келіп жатып оқымасаңыз, оны да Құдай біледі. Оны да білу керек та. Тағы бір айтар кеңесің, біз өзіміз айтамыз ғой, сөйтіп кейде үлгермей жатсаңдар парызын оқыңдар деп. Екінші бір минус, шайтан осы жерден ұстайды ғой, осы жерден ұстайды. Кейін сен сүннетке жалқау болып кетесің да. Тек қана парызын оқи бересің ғой сен, үйреніп кеткенсің да, кейін сен выходной күндері де, жұмысқа бармаған күндері де жалқаулыққа салынып, тек қана парызын оқитын болып кетесің. Ол соған апарады да. Адам осындай ғапылдыққа түсіп қалмау керек. Ғапылдыққа түсіп қалмау керек. Біз негіз ол сүннеттердің барлығын орындап, қосымша нәпілдерге көшу керекпіз ғой уже. Духа намазы, ауабин, тахаджуд, духа, ауабин, тахаджудтар вообще жоқ шығар ол.